Қайырлы күн. Бүгінгі сабақ шеңбердің ұзындығын, дөңгелектің ауданын табуды үйренетін боламыз. Бірінші шеңбер дегеніміз не? Ол 0, яғни О координата басынан қатысты центрлік симметрия фигура жүргізсек, онда бізде шеңбер шығады. Яғни осыны О нүктесінен бірдей қашықтықта жатқан нүктелер жиынтығы шеңбер деп аталады. Шеңбердің радиусы және диаметрі болатынын білеміз. Ал дөңгелек дегеніміз жазықтықтың шеңбердің ішіндегі бөлігі, яғни шеңбердің өзін қоса алғандағы фигура бұл бізде дөңгелек деп аталады. Яғни шеңберді дөп дөңгелек етіп сызсақ, осы сызық сыртындағы сызығын, яғни нүктелер жиынтығын қосып алған кезде бізде бұл жазықтықтың бір бөлігі болады. Яғни бұл бізде дөңгелек деп аталады. Өмірде мысалы қарбыз дөңгелекке жатқызуға болады, өйткені ол арасы тығыз, қос емес. Мандаринді жатқызуға болады. Енді сонан соң осы дөңгелектің ауданын қалай табамыз, шеңбердің ұзындығын қалай табамыз, үйренетін боламыз. Шеңбердің ұзындығы деген не? Ең бірінші біз мысалға алайықшы, сізде үйіңізде стақан бар. Сол стақанның жиегі шеңбер болады, яғни басы жағы. Соны сіз жіппен орап, ұзындығын табыңыз. Яғни жіппен орайсыз да, жіп сол шеңберді дөңгелектеп ораған кезде қай жерін тоқтайды, соны сызғышпен сызамыз. Сызғышпен өлшеп табамыз. Сонан соң жіптің ұзындығы шамамен стақан шеңбердің ұзындығына тең. Бұл стақанның шеңбердің ұзындығы екен белгілі. Ол жіпті ұстап тұрыңыз. Содан соң стақан диаметрін сызғышпен өлшеңіз. Сонда сізде шеңбердің ұзындығын, жаңа бірінші жіппен тапқан шеңбердің ұзындығын сызғышпен сызған диаметрге бөлсеңіз, сізде 3,14 немесе одан да, яғни 3,нен кішкене ғана үлкен сан шығады. Ол бізде тұрақты сан. Яғни қандай шеңбер, бүкіл әлемді алсаңыз, кішкентай шеңбер, үлкен шеңбер алсаңыз да, оның ұзындығын диаметріне бөлген кезде қатып қалған сан шығады. Яғни жуық мәннен 3,14 немесе одан да көп сан шығады, бірақ қатып қалған 3,14. Бұл жуық мәні. Пидің жуық мәні 3,14 деп аламыз. Негізінде пи ол шексіз ондық бөлшек. Яғни шегі жоқ оның. Оның өте көп үтірден кейін, яғни өте көп сандары бар. Ол пи. Пи мынандай әріппен жазылады. Бұл пи деп оқылады. Есептеуде пидің жуық мәні өте көп қолданылады. Оны 3,14 деп аламыз. Кей есептерде 3 деп алды, кейбір есептерде 3,10,1415 деп ал дейді. Есептің шартына қарай, егер тек қана пи деп алынса, онда 3,14 деп аласыз. Келесі, пи деген не? Пи саны шеңбердің ұзындығының, оның диаметріне қатынасын көрсететін және математикада белгілі бір иррационал санды белгілеу үшін қолданылатын грек әрібі. Бұл белгілеуді алғаш рет 1706 жылы ағылшын математика Джон Митчен пайдаланылғанымен жаппай қолданысқа 1736, яғни 30 жылдан кейін Эйлердің еңбегінен кейін ғана ене бастайды. Ал 1873 жылы ағылшын математика санының үтірінен кейін 707 таңбасына дейін табады да, бірақ оған үтірден кейін 707 таңбасын табады, ондық бөлшек таңбасы, оған 15 жылын жұмсайды. Бірақ 528 таңбаға келгенде ол қателесіп қалады да, сонша жыл есептеген есебі қате болып қалады. 2004 жылы Токиолог Ясумаса Канада компьютердің көмегімен 1,24 триллион таңбасы барын есептеп береді. Яғни шексіз деп айтамыз, өте көп болады.
Ал есептеу барысында шеңбердің ұзындығын қалай табамыз? Мысалы, мынау шеңбер делік. Мұнда шеңбердің центрі О. Ал радиусы ОА қызылмен сызылған, оны R деп белгілейміз. Ал СД кесіндісі, яғни центрін басып өтіп отыр, оны D деп белгілейміз, диаметр. Ал СОМ, сектор. Бұны біз мысалы торт кесіп алғанда, мысалмен түсінген болатынбыз. Демек, енді ал ұзындықты, шеңбердің ұзындығын С, үлкен С әріпімен белгілейміз. Шеңбердің ұзындығының формуласы 2πr деп оқылады. С тең 2πr деп оқылады. Немесе 2, бұның барлығы көбейткіш, көбейткіштен тұр. 2r, 2-ге r-ді көбейткенде, яғни диаметр, радиусы 2 еселенгенде бізде диаметр шығады ғой. Онда πd деп алсақ та болады, яғни диаметрді π-ге көбейтіп жіберетін болсақ, бізде шеңбердің ұзындығы шығады. Мысалы, мынандай есеп берсін. Радиусы 4-ге тең, шеңбердің ұзындығын тап дейді. Біз бірінші ең алдымен шеңбердің ұзындығын жазып аламыз. 2πr-ге тең. Демек, С тең 2 көбейтілген 3/14 көбейтілген r-іміз 4-ге тең, яғни радиус тең. Енді есептейміз. Бұл жерде бірінші бүтін сандарды көбейтіп алыңыз. Яғни диаметрін тауып аламыз. 2-ге 4-ті көбейтемін. 8, ал шыққан нәтиже 8-ді 3 бүтін. Пиді 1-ден 3/14 деп жазамыз. 3/14-ке көбейткенде жауабы 25/112 шығады. Демек, егер радиус 4-ке тең болса, онда шеңбердің ұзындығы 25/112-ге тең. Келесі бізде енді дөңгелектің ауданы. Дөңгелектің ауданын табу. Ауданның барлығын біз үлкен S әріпімен белгілейміз. Дөңгелектің ауданының формуласы πr квадрат. Яғни радиусты квадраттан шығарасыз, квадраттайсыз да, π-ге көбейтіп жіберсеңіз, сізде дөңгелектің ауданының формуласы шығады. Өмірден мысал. Мысалы, біз цирк алаңына бардық делік. Ол жерде цирк алаңының диаметрі 13 метр болса, мұна цирк алаңы дейік, бұның диаметрі 13 болса, диаметр деген дәл центрін басып өтетін кесінді. Мысалы, диаметрі 13 сантиметр болатын болса, онда цирк алаңның ауданын тап дейді. Біз ең алдымен формуланы шығару үшін білеміз, бізге радиус керек. Ал бізде керісінше не беріліп отыр? Диаметр беріліп отыр. Демек, мен радиусты диаметр арқылы тауып аламын. Диаметрді 2-ге бөліп жіберсем, менде радиус шыға келеді. Ал кеттік 13-ті 2-ге бөлсем 6/5. Бұл радиус, 6/5 метр радиус. S тең, енді формулаға салам. Міне, есептің өзінде бізге айтып отыр, π 3/ге тең. 3/14 деп, егер жазбаса ғана солай есептейміз. π-дің мәні өзі берілетін болса, онда сол мәнді қоямыз. π жуық мәнмен 3-ге тең. Демек, радиусты таптым. Осы 6/15-ті квадраттаймын де 3-ге көбейтем. Себебі π-дің мәні 3 деп беріліп отыр. Көбейткен кезде менде нәтижесі 126/175 метр квадрат. Аудан әрдайым квадратпен беріледі. Демек, жауабы 126/175 метр квадрат. Мына формуланы жаттап аламыз. Радиусты квадраттап π-ге көбейтіп жіберетін болсақ, бізде дөңгелектің ауданы формуласы шығады.